Қайырлы таң барлықтарыңа. Бүгін бірінші күн, пока әлі сервис көрмедім, қалай болатынын. Жалпы не болып жатыр өзі, ненің бірінші күні, вообще видео не жайында деп түсінбей жатқан болсаңдар, қазір түсіндіремін, бірақ ең алдымен бір нәрсе сұрағым келіп тұр. Бірінші рет ораза ұстаған кездерің естеріңде ма? Ал егер естеріңде болса, молодец, не деймін басқа, менің есімде болғаны өте қиын еді қазіргі кезге қарағанда. Себебі бірінші ұстаған кезім жаз еді, өте күн ыстық еді, қиын еді. Тура солай ауызға шыққан кезде өте бір ең керемет сәттердің бірі еді. Ал қазір өте оңай деп әрине айтуға болмайды, бірақ бірінші кезге қарағанда қайда жеңілірек. Күн қысқа және күн өте ыстық емес. Және режимге үйренісіп кеткем. Мақұл, жарайды, оны бірақ бізге не үшін айтып жатсың деген сұрақ туындаса, онда жауабы өте оңай. Осы ораза айын өзіме қиынырақ еткім келеді. Қиындату деп мен шектеу қойды дедім. Яғни ораза айы тек қана тамақтан ғана шектеу ғана емес, өзіңнен барлық жаман әдеттерін тыю. Сол себепті мен өзіме әлеуметтік желілерді мүлдем қарамау деген шектеу қойғым келеді. Бір апта бойы ешқандай әлеуметтік желі, яғни TikTok, Instagram, YouTube, бла-бла-бла-бла-бла, өздерің жалғастырып аласыңдар. Соның бәрінен өзімді шектеймін деп шештім. Ал менің аты жөнім Бақберген Сұлтан. Ал біз бастаймыз. Бүгін күн прям кәдімгідей керемет болып тұр ше. Ешқандай телефон шұқылағың да келмейді. Негізі мен онша көп шұқылай бермеймін. Әсіресе TikTok'ты вообще шұқыламай кеткем. Бір жылда қатысып кеткен шығар. Бірақ әлі әдетім бар еді. Именно TikTok'тың форматы бар ғой, Shorts, Reels деген қысқа видео. Сондай көп көретін, именно конкретно Shorts, Reels Instagram'нан, YouTube'дан. Как раз осы оразада содан құтылатын бір үлкен шанс, не знаю. Сол телефонды шұқылаған зиян. Мен аталар сияқты, ой, көп шұқылама, басың ауырасың деген тұрғыдан емес. Жалпы жас адам үшін біз сияқты ше, телефонды көп шұқылаған, әсіресе жаңағы соцсетте отырған пайдасыз нәрселер істеген зиян. Себебі оған көп уақытын арнайсың, энергияңды жұмсайсың және оның түк те пайдасы жоқ. Яғни айтқан нәрсе, сен мысалы сол жұмсалған уақыт, энергияны одан да бір пайдалы іске жұмсасаң, өзің дамытатын, білмеймін, бір істіңді әйтеуір бітіретін бір іске уақытты арнасаң, ол нормально болады. Пайдалы демеймін, нормально болады. Ал керісінше оны осындай бір болмашы, жаңағындай тез қысқа кейін есте қалмайтын видеоларға тұтқан, ол әрине зиян. Сол тұрғыдан мен оны зиян деп есептеймін. Байқаған болсаңдар, автобуста көбісі телефонды шұқылап отыр. Және бәрі пайдалы іс істеп отыр деп айта алмаймын. Біразы TikTok, Instagram, кейбір балдар тіпті ойын ойнап үлгеріп жатыр. Қалайша автобуста? Көп қаладан келдің ғой енді. Отыз кезде самал болып бастайды екенсің. Келіп сәл жата тұрғың келеді. Телефон шұқылағың келеді. Істесін шығардың, сәл ұйықтап жаттың ғана. Көп ойладым, пайдалыстырыңыз. Ойнап жатырмын. Видео түсірім. Тағыдан кетіп-тұстан, жәлеп атташыда мантиптіп сауға беремін. Скорее всего, видеолар осы видеодан бұрын шығады. Өше видео түсіретін алдындайын. Бірақ бір дилемма. Менде де қазір өзім ұстап жүрмін, оның видео көрмеймін вообще. TikTok, Instagram, короткие видео. Ну и еще вообще видео вообще развлекательно, что ли. Парадокс в том, что мне конкретно цвет видео, когда қазір именно просмотр роликов
өзімді ойын соңында топ қазір көремін. Естественно, жауап енді мына жаққа көшейік. В общем, төбеден түсіп тұратын лампа. В общем, андай қатты лампа ше. Пакет қойып қойған, чтобы мягкий болатын, қатты бетті қылмайтындай. И то прям қазір бітсем ай қолым. Қазір бітсем и то прям сәл нормально, короче, сәл мрачный лампа, но жұмсақ свет жүреді. Сосын келесі агрегат ол мына лампа. Бұны скотчты қойған. 2-3 рет ішін сваркли паят еткен. В общем, одан жылы свет қосып қоймын и картина ана болып тұрады. Короче, қазір кішігірім перерыв, біраз уақыт монтировать отырмын, бітіп қалдым почти. Перерывта обычно телефон астына шұқып шұқылайтын едім, но болмайды. Қазір едім білмеймін, істеймін, просто жадым былай 5 минут сәл көз басқа жаққа қарату керек. И одан кейін ары қарай домонтирую, видеоны салам. В целом, егер істейтін тірлігің болса, телефон так шұқыламайсың. Істейтін тірлігің жоқ болса, вот сонда қиын болады, паранойя басталады. Уақыт өтпей несі бәрі. Бірақ әлі ондай болмады пока, өйткені істейтін нәрсе көп. Жанарыңа сыйдырып короче, блин, бәрі почти влог болып кетті ғой енді. Жарайды влог сияқты бола берсін. Мен қазір мына жерде линия болып тұрмын. Что? Қаяқтың линиясы? Короче, түсіндірем. Нұрғазы вторник күні праваға тапсырайын деп жатыр. Парковканы үйреніп жатыр, в общем, задний парковка. Нұрдәл, қалайсың? Бұл да линия болып тұр ана жерде. Сонда қарай беріп линия болып тұр. Дима тренер. В общем, задний парковканы практиковать етіп жатыр. Линия болып қалғанын ғана түсірдім. Өзім ақылда бұқтан түсірмей қаптымша. Бұл жерде линия болып тұр. Нормально өттім, мен дайындалып өттім. Бірақ практически емес. На видео деген. На видеороликах, короче. Ей, ояқымыз дау көрген кезде. Тамаған кейін кезде. Айтпаймын, бір өзің көрші. Айтпа сұлтан. Қарамай тұр. Мә енді бір ақылсын айтам ба деп отқан кезде айтпа дейм ма? Почувствуй деді беріп машина. Ва, не дейм машина. Я дұрыс. Почувствуй, почувствуй. Қиық деп қосады. Айтпа. Олда. Линияға тиесің қазір. Аварийка бауырым. Заднийға қоймас бұрын істемесең штраф береді. Иә. Сен ана автодром дегенді ойнасай. Бірақ ол айфонда платный ғой. Сатып ала сал. Бірақ машина бар ғой. Не аласың? О, біз ғой. Без машин тренироваться. Жалып кетсең. Жарайды. Короче, в общем, ақылды сөз айтып кетейін, үйде телефон, тикток шықлап жатқандарыңда вот осындай лайф өмір болмаса еді. Я, Нұрдәулет? Жоқ. Өтірік айтады. Я. Көндеді ма? Үшін бүгін бірінші күн пайде вообще қиналмадым. Бір ғана минут болды жаңа. Шаршап келген кезде шұқылағым келді, бірақ шұқыламадым. Тикток видео стрим жасап кеттім даже. Но оны мен жаңағындай шұқылау деп есептеймін, именно оны контент жасауға жатқызам более. Бай не істеп жатыр, но жалпы сол. Блогердің не қажеті бар десіңдер, жай сендерге Шымкент, мынау райын көрсетейін деп. Жалпы тиылудың бірінші күні нормально өтті. Себебі демалыс күні еді, қызықты сәттер көп болды. Ал жұмыс күндері бәрі бірдей болады. Сондықтан бәрін сендерге көрсете бермеймін. Тек қана қызықты атап өтуге болатын моменттерді. Жалпы жұмыс күндері бірдей өтеді. Азанда оқуға кетем, кешке қайтып келемін.
ауызашар, тамақ ішемін, намаз оқимын, жатамын. Болды, осымен бәрі шектеледі. Бірақ әрине тиылуға қиын болған моменттер болды. Даже байқамай автоматически Инстаграмға кіріп кеткен кездер, не болмаса ютубқа кіріп кеткен, ютубтан көріп отқан кездер болды. Және де бір атап кететін моменттер де бар. Мысалға келтіретін болса, қазір экрандарынан көріп тұрғандай, ауызашар кезінде телевизордан ютуб қосып қойдым. Бірақ өзіме бір кішігірім ғана исключение жасаған болатын, себебі бір сүйіп көретін блогерларының бір қызықты деген видео шыққан болатын. Мен видеом блог сияқты өткен шыққан шығар. Бүгін, короче, 20 емес 19 наурыз. Біз универде осындай наурызға ұйымдастырып жатыр. Жаңа жыл сияқты тема болатын сияқты. Адамдар күшті киімдермен жүр. Андай киіммен жүр адамдар. Ана жақта алтын алған. Осылай тұрам бір бөле сөйлеймін. Мен түсіресің, бір бөле көрсетесің. Қайтып сөйлеймін, бір бөле қыламын. Сахна төрінде Наурыз әні шығармашылық кәсіпкерлік орталығының мамандарының орындауында. Айтып тұрмын, блог сияқты өтті. Қызық болады мынау негізі. Телефонға шылағанша осындай көрінді. Көңілді күніге мейрам болатындай. Ауа райы керемет болып тұр. Жауыннан кейін ауа райы реально керемет болғанша. Бес фарш, бес фарш. Бес кусковый салып. Арат. Кусковый бесеу салшы. Өшерге ма? Өшерге. Бүгін 24-ті челлендждің соңғы апта күні. Как раз таки осы видеоны монтировать отырмын. Өзім айтқандай, пайдалы нәрсеге арнасаң, естественно, телефон шұқыламайсың. Сондықтан реально бір пайдалы нәрсе істейтін тауғандар. Не, реально, анау маймыл мен машина бар ғой, шашлык жасайтын, соны кадрларын көргің келсе, наурыз айында видео шыққан менің каналымда, соны обязательно көріп кетсе, көрсең күшті болар. Ал осындай мейрамдық нотада мен осы видеоны бітіргім келеді, қорытынды жасау керек. Қорытынды жасайтын болсақ, қиын болмады басында. Жаңа айтқандай, егер істейтін бір тірлік болса, мүлдем қиын емес. Сол тірлікке полностью фокус жасалынады. Ал бос уақыттарда немесе бірдеңеден шаршап келген кезде, немесе түнде ұйықтар алдында әдет болып кеткенше телефон шұқылағың кеп тұрады. 5-6 күндері өте қиын болды. Бірдеңеден шаршап келесің және обязательно телефон шұқылағың келеді. И солай шұқылап естен шығып кеткен кездерде болды. Әрине еске түскен кезде тастайсың, но оны өкінішке қарай сендер көре салмаймын, оны видеоға да түсіре алмадым. Сондықтан оразаның соңына дейін келесі қалған 2 аптаға стратегияны өзгерткім келеді. Оразада да полный тамақ ішпейсің емес қой. Азанда сәресінде аузыңды бекітесің, тамақ ішпейсің. Кешкі ақшам намазынан бастап тамақ іше берсең болады. Сол секілді телефон шұқылауды да толығымен аптаса емес, ал шектеу қойғым келеді. Яғни, мысалы, тура сол ораза секілді таң атқанда телефон шұқыламаймын, және ақшам емес, уже құптан намазынан кейін шұқылай берсем болады дегендей қылып стратегиямды өзгертейін деп жатырмын. Неғып бұны сен түсіріп жатсың, өзің үшін болса, өзің үшін істей берсе видеоға түсірмей дейтін адамдарға видеоның екінші нағыз мақсатын түсіндіргім келеді. Ол осыны сендерге жеткізу. Яғни оразаның енді тура жартысы қалады ғой сендер осы видеоны көрген кезде. Сол жартысын жаңағы өздерінің бір жаман әдеттеріңнен айырылуға ұсынғым келеді. Менің жаман әдеттерімнің бірі осы телефон шұқылау еді. Одан айырылуға тырысып жатырмын. Ал сендердің де әдеттерің болса, бәлкім осындай әдет бар шығар, немесе басқа да әдет, солардың бәрінен осы оразаның жартысында айырылуды ұсынамын. Ал осымен мен сендермен қоштасуыма тура келіп тұр. Көргендерің үшін рахмет, және де лайк басып кетіңдер, және де каналға жазылыңдар. Құдай қаласа, алда одан да қызықты контенттер болады. Ал пока.